Сәлем достар, бүгін сіздерге өте дәмді әрі тез дайындалатын саңырауқұлақ сорпасының рецептісін ұсынамын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Бір пияз бен бір сәбізді 6 секунд 5 жылдамдықта турап аламыз. Чаша қабырғаларынан көкөністерді төмен қарай түсіріп, күнбағыс майымызды құямыз. 7 минут варома температурасына қойып, 1 жылдамдықта қуырып аламыз. Үш 400 грамм жұқалап туралған саңырауқұлақ, 300 грамм ұсақтап туралған картоп салып, 5 минут 100 градуста пышақтарын реверске қойып, 1 жылдамдықта пісіріп аламыз. Бір литр қайнаған су құйып, тұз бұрышын саламыз. 10 минут 100 градуста пышақтарын реверске қойып, 1 жылдамдықта пісіреміз. Саңырауқұлақ сорпамыз дайын болды. Өте дәмі тіл үйрет. Дайындалу жолы өте оңай. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.